ұстазы мен ағасы қолдауға келді. Ал, сәттілік тілейміз сіздерге. Амин, амин. Көк аспанда жаңбыр баяу төгілгенде Сенің әнің ғой, Дастан. ақ бұлттарда Өте керемет айтасың. әсем бейнең көрінгенде Тап-таза. сұлулығын ойлайсың ба бұл өмірді ұлылығын жүрегіңмен сезінгенде көрсетіп жалғандықтың ашығын көтеріп бар шындықтың салмағын ауыр салмағын қиындық өте жарық бар алда Ой, тәлімгерлер. әсем аралға жан жағына қараңғылық қоршағанда бір сәуле бар көрінетін аңсағанға жүрегімнен жарық сұрап қарсы алдынан жол көрсетер ол сағана Соңғы секундтарда бұрылып қалу мүмкін. көк аспанда Молодец, молодец. Сен менен күшті айтып тастадың ғой мына әнді. Болмайды ғой бұлай. Сәлем, есімің кім, жасың нешеде? Ой, қандай әдемі қыз. Саламатсыздар ма? Менің есімім Майя болады. Жасым 12-де Шымкент қаласынан келіп отырмын. Вау. Керемет. Майя, өте қуаныштымын. Менің әнімді орындағаныңа рахмет. Оның үстіне сөздің ашығын айту керек. Менен күшті орындап тұр. Техникалық тұрғыда өте жоғары. Техникасы былай тұрсын жаңағы басқа Өзінің мелизмдерін айтса? Иә, өзінің мелизмдері, басқа бір бояу, бір иірімдерді қосқаның Иә, өте керемет болып тұр. Рахмет. Мен бұрылмасам бар ғой, онда мен бекер Дастан болатын едім мына жерде. Иә. Майя, рахмет саған жаным. Рахмет. Бұрылмағаным туралы ештеңе айтқым келіп тұрған жоқ. Бұл жерде мен Майяның шын мәніндегі музыкалық талғамының жоғары екенін, мен жалпы кейінгі кездегі музыканы жаман немесе жақсы емес, дұрыс және бұрыс музыка деп бағалап жүрмін осы кезде. Ішкі бір мейірімді оятатын, ішкі бір өрені оятатын керемет музыкамен айналысып жүрген Дастанға мен біріншіден рахмет айтқым келеді. Және осы Дастандардың, жалпы Дастан қатарлы біраз қыздар жігіттердің музыкасымен тәрбиеленіп жатқан осындай Майя сияқты қыздарымызды біз әрқашан қолдап, әрқашан қолпаштап, біз тек қана тілектестікпен отыруымыз керек. Бір жерлерінде дауыстың бояуын, мысалы Маржан апасының даусына ұқсаттым, бір жерлерінде. Маған айтатындар көп, сен даусың Маржан Арапбаеваға ұқсайды, даусының иірімдері, даусының хрипі, даусының... Иә, кейбір бір сондай бір моменттер болды. Оны менен басқа ешкім байқамай қалды негізі. Маржан байқаған сияқты. Иә, сондықтан сондай бір сондай бір ана иірімдерді де бір орынды, жарасымды жасаған кезде адамның іші жылып қалады ғой. Майя деген сондай бір ақылды қыз болып тұр. Жалпы негізі өзің кімге ұқсайсың? Осындай үлкен әнші болсам ғой деп ойлайтын сондай әншің бар ма? Өзіңе үлгі тұтатын, өнеге тұтатын? Маржан Арапбаева. Айттым ғой мен. Сен Бас кнопканы артқа бұрыл. Басына басасақ бола ма? Дегенмен Дастанға көп-көп рахмет. Рахмет. Майя, жобаға қош келдің. Маған сенің ішкі пульсацияң ұнады, және де қосқан иірімдерің. Осы әннің орындаушысы Дастан ағаңның алдында қорықпай, қобалжымай өз интерпретацияңмен айтып бергеніңе ризамын. Менің ойымша, Дастан аға мұна әнді тағы да былай айтуға болады деп айтқан сияқты. Басқа нұсқасын көрсетіп берді, е? Иә, Майя, көп-көп рахмет. Менің тобыма қош келдің.
келе ғой. Өзі тәп-тәтті, не деген сүйкімді қызсың, келе ғой. Жарайсың. Майя. Майя десе Майя. Маечка. Жанысы. Білмеймін енді. Тастанға бармай маған Маржан, келе жібер. салды. Қимай тұрмын Жібермей балапан. тұрма. Өте жақсы қыз екен, талантты. Ей, маңдайыңнан сау. Қош келдің. Сәттілік. Айттым саған, Маржан. Сәттілік! Айттым саған. Тағы да бір талантты, көрікті, өте бір сүйкімді Керемет екенсіз. қыз келді менің тобыма. Өте талантты қыз. Құтты болсын Дастан. Рахмет. Келе ғой, Майя. Жарайсың. Жаным сол қалпына. Келе ғой, кел, құттықтаймыз. Шымкентте бауырларыңмен қалған анаңды бір қуантсақ қазір. Хабарласып. Қалайсың, мама? Не істеп жатсыз? Қалайма көрдің ба? Дастан мырза програмда. Құтты болсын. Үмітіңізді ақтады. Келесі кезеңде келіңіз міндетті түрде. Все, давайте. Неге жыладың? Анаңды көріп жыладың ба? Жылама қызым. Ештеңе етпейді. Сен өттің басты, сен жобадасың. Әке қолды. Вау! Тамаша.